аят уашшамсу таджри лимустақаррин лаха. Күн өзіне шектеп қойылған орында жүреді деп жатыр. Жари таджри дегені мына жерде ағат деп жатыр. Яғни күн осылай жүреді. Залика тақдирул азизил алим. Бұл ақиқатта шексіз күш, құдірет және білім иесі болған. Бұндай бір керемет нәрсені жарату үшін осы екі нәрсе қажет болады. Күш құдірет керек және білім керек. Біреуінде білім бар болып, құдірет болмаса бір нәрсені жарата алмайды. Әшейін бір дүниеви нәрседе қанша бір нәрселерді ойлап шығатын нәрселер кісілер бар, бірақ оны не дейді анау? Сол финансовый жағынан қолдайтын біреу болмаса, ол жарыққа шықпайды. А екіншісі қанша дүниесі бар адамдар бар, бас бос. Ештеңе жоқ. Шығара алмайды. Аллах субханаху ва таала бұл кемшіліктердің барлығынан пәк. Аллах айтады: "Залика тақдирул азизил алим." Ақиқатта шексіз құдірет иесі, күш иесі және білім, шексіз білім иесі болған Аллахтың өлшемі бол деп жатыр. Бұл өлшеп қойылған осылай. Абу Зарға Наби саллаллаху алейхи ва саллям осылай деп айтты. Аятты оқып, аяттың тәфсирін осылай екенін айтты. Енді сен қазір ақылменен ойла. Енді барлығың мектепте оқығансыңдар ғой, алхамдулилля. Сонда картаны көргенсіңдер, солай, домалақ, солай ма жоқ па? Сендерге не деп айтқан? Күн былай шығады да айланып жүреді деген ба, солай деген ба? Жоқ, жер айланады деген ба? Жер айналады. Күнші? Тұрама солай. Сол тұрады деген қатеде ол. Айланады деп айта ма? Бұрындашы. Сол адам баласының ақылы сол да, бір рет айланады дейді, бір рет айланбайды. Бүгін бар десе, ертең жоқ дейді. Солай ма жоқ па? Олар айланады десе, демесе бізге қызығы жоқ. Себебі Аллах айланады деді ме, айланады ол. Түсінікті ма жоқ па? Олар айтса, олардың сөздері біз үшін әхлі кітаптың айтқан сөзі сияқты. Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтады: егер әхлі кітап сендерге бір нәрсені айтса, оны шындамаңдар да, оны өтірікке де шығармаңдар. Себебі шын болса, біз өтірікке шығарып қойған боламыз. Өтірік болуы мүмкін, біз шындап қойған боламыз. Сол үшін біз олар қазір айға шықтық деп жатыр ғой, шықты шықпады бізге қызығы жоқ. Онымен біздің иманымыз күшеймейді да, оған бір мәліметіміз азайып та қалмайды, алхамдулилля. Демек қазір не деп жатыр екен? Айланады деп жатыр ма? Анық па? Жақсы, онда Құранға сай кепті, алхамдулилля. Айланады деп жатыр осылай. Бірақ қазір сырттан көрсе, қазір мынандай төбеден көрсе, шынымен айланып жатыр. Күн жоқ болып қалған уақыты жоқ қой, солай ма жоқ па? Бірақ Наби саллаллаху алейхи ва саллям арштың астына барады деп жатыр. Қалай барады ол? Айтыңдар, қалай барады ол? Бұл жаратылған нәрсе ғой, несін ақылға салмайсың? Біз енді Аллахты ақылға салмаймыз десек дұрыс енді. Бұл жаратылған мақлұқ қой солай. Сонда да күфір бола ма ақылға салсаң? Жаратылған нәрсені салып қойды. Мүмкін жетеді шығар, бір айландырып іздеп көр, мүмкін бір жерден тауып қалады шығарсың. Ақиқатта адам өзінің зайыф екенін білу керек осы жағдайда. Әр нәрсені, бір ақыл жетпейтін нәрсені кәулегеннен дұрыс емес. Анау кейбір бидат иелері айтады ғой, сен осы жерде тұрсың, сен аспан, Аллах аспанда деп атсың. Жер былай төменде ғой, қазір ақылды болып кеткенде адамдар. Жер былай домалақ қой. Мына жерде тұрған, сен Аллах аспанда деп аттар ғой. Мына жерде тұрған аспанда десе, ол қалай болады дейді. Ол төменде деп атыр ғой. Адам, Аллахты кім деп ойлаған едің? Сен Аллах сонда жаныңда тұрған біреу ма сонда? Міне ақы төбе, бұл төбе, төмен, оң, сол, сен айтпадың ба мекен Аллахқа жоқ деп? Қалай енді оны ақылға салып атсың? Түсінікті ме жоқ па? Осы күнді қалай барып күнге, сенің көзіңнен жоқ болған уақытта ол арштың астына барып, тағы не қылады деген? Сәжде қылады деген. Сен сәжде дегенде не түсінесің, айтшы? Сәжде не түсінесің, айтпайсың ба? Жеті сүйекті жерге тию керек.
7 сүйек жерге тию керек. 2 аяқтың ұшы, 2 тізе, 2 қол, и маңдай, мұрын менен. Күннің маңдайы бар ма сонда? 2 тізесі қайда оның? Сәжде дегенде соны түсінеміз ғой енді біз енді. Дейді ғой аналар енді. Солай ма? Аллах сөйлейді десек, онда оның ерні болу керек қой енді оның. Тілі болу керек. Кіші тілі болу керек. Қалай сөйлейді сонда? Дейді мысалы. Бір мақлуқты түсінбеген адам халықты қалай түсінеді ол? Аллах осылай деп айтты ма? Өзін сен білесің ба, немесе ол өзі біле ме? Аллах субханаху ва таала Аллахқа ең жақын болған Расул саллаллаху алейхи ва саллам осылай айтқанда, ярхамукаллах, осылай түсінді саллаллаху алейхи ва саллам, сахабалар соны осылай қабылдады, оны ешкім екіленіп, күдіктеніп жүрген емес, оларда ақыл болған, сенікінен жақсырақ, сөзсіз жақсырақ олардың ақылдары. Себебі олардың ақылдарына философтардың мұсырлары кірмеген әлі. Кірліктері кірмеген, таза фитратта Наби саллаллаху алейхи ва салламның тәрбиесімен тәрбиеленген ақылдар болған оларда. Оларда болардың бәлелері кірмеген. Сол себептен олар ақылға да қарсы келеді. Нас шариғатқа да қарсы келеді. Түсінікті ме жоқ па? Сол үшін олардың өздерінің ақылдымыз деп тұрғандары өздерінің ақылы жоқ екеніне дәлел болады. Аллах субханаху ва таала мына жерде «Уаш-шамсу таджри ли-мустақаррин лаха, залика тақдирул азизил алим» деген аят Наби саллаллаху алейхи ва салламның тәфсирі, оны ешкім сұраған жоқ, қалай екенін білгіштікті қылған жоқ та қабылдады осылай.